Барлықтарыңызға сәлем. Бұл менің 11 классымның қалай өткендігі жайлы жарты жылдық влог болып табылады. Тамашалаңыздар. Бүгін 4 ай 2022 жыл біз Ақжолдың туған күніне бара жатырмыз. Жасап жатырмыз. Начинающий блогер Ажар. Знакомьтесь. Реакциясын түсіреміз. Давай қасын. Впечатлениеңіз қалай? Сізге ұнады ма? Қалай? Я надеюсь, нормально вышло? Я надеюсь, тоже. Изменщица, сука, екеуміздің звугымызға измена жасап отыр. Мен сені салам тиктокқа құттың ба? Я тебя люблю. Короче, мен салонға келдім. Қазір боянам, 6 жасымда мектепте маған сен жүгіріп береді. В принципе, сағат 7-10 минут қалғанда тұрдым. Бәрі нормально. Только на шашым өрпейіп тұрған болмаса. И все. Кеше, чтобы все было гладко, мен фотографқа жазып қойдым. Завтра не забылись. Енді ұмытпайды ғой. На всякий случай. Вот. Біз қыздармен салоннан шықтық. Вот. Қазір Я не макияж не делала. Қазір школ жаққа барамыз. Дальше сниму. Сейчас мы едем в школу. Не за что. Сруша, образ верь. В общем, как вам мой макияж? Это я впервые кәдімгі макияжға бардым. Маған жасап берді. Вроде нормально, да? Жду от вас комментариев. И оқимын комментарийларын, хорошо? Я ее отмечу. Біз школдамыз. Ешкім жоқ. Кроме нас. Сен кішкене бар ғой, нормально әңгімелер айтсашы. Міне біз жиналып жатырмыз. Потихоньку. Сен маған адам амандасқансың. Это у меня привычка. Не, қыздармен собираемся. Енді мен уже киін алғам, шашым бәрін істеп алғам, бірақ не по плану әйтеуір ауыр қылдым. Потихоньку собираемся. Біз барлығымыз жиналып алдық. Вот всем классом, там фотографтар. Вот, қазір фотоға түсеміз. Классно түсіп барамыз. Қазір бізде фотосессия басталады. Адема. Снежок. Снежок. Ленара. Ленора. Адема. Гүлім. Снежок. Снежок. Сезім. Айтана. Айтана. Иә. Сафура. Мен фотоға түсіп отқан жоқ, мен рабочий процесс тұрды. Бина, Карина, Ақжол. Привет. Вот, рабочий процесс. Ана Мұстафа енді. Так, Ажар, маған қарап берген. Біз бірінші образды біттік. Мен влогым жалғасы. Мен аузын шашыма кіріп отыр. Вот. Қазір екінші образды киеміз, ол черный болады спортзалда. Вот ана ведущая, мен ауырып тұрмын. Да, она болеет, басы ауырып кетті аяқ астынан. Ана, не смешно на самом деле. Аяқ астынан. Очень смешно. Біз тез киініп алып күсек болған. Ну, в общем, сол. Давайте, пока. Я вернусь, не скучайте. Где келесі образ чисто черный. Или же типа классика болып соққандай. Ну, біз көбіміз черный киіндік. Дальше. Всем привет. Айтпайсың ба? Всем привет. Как ваши дела? Ну, как бы сказать, оказывается, фотограф шақыруға емес екен. Молодцы. Посмотри, дойди. Ау.
Маған қараңдар. Пока что. Голову слишком не опускайте, потому что подбородок. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Бізде съемка бітіп, біз қыздар Аджара Гуржуға тамақ жеуге келдік. Қыздар да. Потому что ораза. Біз жастардамыз, мы гуляем. Да. Давай, Бина. Ақжол, Хасан, Мұстафа. 65 жетіп барады да енді Қанша? Виназыр қуаттызы, Руль менде, қорқмаңдар, қуатсаймын. Аяғым. Айфон бір камерасын ғана көресің. Жоқ, бұл емес. Түсіріп жіберді ғой, деймін группаға 11 дегенге кірші. Жоқ, бұл емес. Жоқ, бұл емес. Басқасын сенде бар ма? Мен фотоға түсірмедім ғой, деймін. Бізге қағаз таратып берді. Вот, я. Девочки, качаемся, девочки, качаемся. Назад, качаемся. Пошли. Алтыныя есігін әр күн есіме қандай қиын қоштасу неліктенен осы күн аштан күннің олары шашқан күннің шуағы ата менен анадан асадым бақ мұғалім келіңдер достар құрбылар жолдастар билейік шабарске бақытқа жол бастар мектеп бітпегеніміз мектеп шаттығымыз мәңгі мәңгі жастығымыз мектеп өткеніміз әнді төккеніміз мәңгі мәңгі көктеміміз. Школа моя, дом наш родной, школьное братство вторая. Привет, передай. Мұстафа. Биназир. Ақжол, Хасан, Динара, Сафура. Маклюбезов. Ақжолға біз бұрағанымыз ұнамайды. Кейбір адамдар. Ол жерде бітті ме уже? Не, біздің повар бүгінгі біздің бастық. Біздің моральная поддержка. Да, біздің қонақ. Бұл адамға барып кеткен. Біздің қонақтар, бүгін ұлдардың күні, қарап қойыңдар камераға. Уже қарап қойды. Қарады? Мне кажется, ол кеш шыққан түсіріп алайын деген ғой. Лақтырып қойсын, потом уже бәріміз қасық ұстап аламыз да тұқ дейміз. Давай. Мен саған бір. Все. Қасықтан ұстап алдыңдар ма? Шаверне. Мощный шықты ма иісі? Иісі күшті.
Ет қалды ма анда жерде? Алды ғой. Азар ғой. Ол қасыңа дейді. Сол жерлер. Мынандай. Бірталай ет қалқап қой. Жоқ, сөйлей бердің, біз оны алып сен бер. Тогда сала берем. Какие мы молодцы. Зафура. Азат. Привет, десешь? Ой, Ленара. Азаттың түрі енді сауа оқиын деп. Хасан. Кішкентай болпаң ұқсап. Седім, әдемі, Карина. Давай уже. Ну. Он тамақ салады. Не дейсің ғой? Сол сияқты кез келген затты сендер ұғым деп қабылдаңдар. Иә, түсінген маған ыстық түсесің. Иә? Мысалы, университет. Иә, ол жерде сен диплом алатынды білесің, иә? Өзіңнің болашақтар жейтін наныңды алатынды білесің. Кеттік ал. Бастай. Сонда осылайдан еститін бол. 12 июньда. Видео түсіреміз. Әден шықылау. Қуаныш Өмірханович, 10-шы Ә сынып оқушылары, сынып жетекшісі Көкенова Жадыра Атакаевна. Приветствую! 11 Б класс, классный руководитель Унанян Елена Григорьевна. 11 В класс, классный руководитель Киналиева Амина Леонидовна. Қамқор пейілің. Мектеп деген білім кені, жыр кені. Мектеп деген ғылымдардың ең үлкені. Мектеп деген тәрбиеші адамға, мектеп деген даналардың мекені. Алғаш мектеп есігіммен ашқанымда, күнім болып көріндің аспанымда. Жаныма гүлің болып егілдің қарыма. Біз дегенде ұмытып бала қамын, қас қағымға қасыңнан тастадың ба? Білім берген ұстаздарым, мәңгі менің жас жанымда. Алғаш рет оятқансың санамды, алғаш рет сатқансың қаламды. Сол үшінде мәңгі сыйлап өтермін, түсіндірген жақсы менен жаманды. Ұстаздар, қандай ғажап халықсыздар, шәкіртке шындай биік алыпсыздар, жан біткен жанарына нұр сағаған, күндей боп күлімдеген жарықсыздар. Атағым Алатаудай болып биік, тұрса да төбем өсіп көкке жетіп, алдында әрқашанда тағзым етіп, тұрармын ұстазым деп басым дейіп. Мың алғыс айтамыз біз ұстаздарға, тәрбиелеп білім берген асыл жанға, тек қана ойлайтыны балақама, өйткені ол ұстаздың ағарманы. Ұстазға әркім басын білу керек. Сен бүгін керемет боп кетсең дағы, жеткізген оған ұстаз. Қанат қағып барамыз біз жыраққа, 11 жылды артқа сап міне біздер. Қош бол менің мектебім, ұстаздарым, білім нәрін бердіңіз бізге сіздер. Ұстаздарға мың алғыс, алғыстарым көп менің. Асыл анам мектебім, үйреткені адалдық, ұсынғаны адамдық, текті мінез даналық. Бар ұстазға тілейміз, бақыт, табыс, амандық. Көгершін болып қанат қақтық алысқа. Көгершін болып қанат қақтық алысқа. Ұшамыз біз өмір деген ғарышқа. Үміттер мен тілектерде ақталып, осы шардай кетеміз біз алысқа.
ұят есігін әр күн естелесінің қандай қиын қоштасу мектеппенен осы күн ашқан гүлім омағым шашқан гүлім шуағым ата менен анаға асағынған мұғалім келіңдер достар құрбылар жолдастар билейік шабасқа бақытқа жол бастар мектеп пәктеріміз мектеп шаттығымыз мәңгі мәңгі жастарымыз мектеп өткеніміз әнді өткеніміз мәңгі мәңгі өткеніміз. Школа моя, дом наш родной, школьные братства, вторая семья. Время пришло, вот и с тобой нам попрощаться пора. Школьный звонок нам просвет, мы уж шагнули за отчий порог. Школа, прощай, нас впереди ждет самый длинный урок. А жизни дорога бежит от порога, а там наше завтра светло и прекрасно, и праздник, и будни, путь длинный и трудный, бороться, искать, побеждать. Учила нас школа, и снова мы будем ее вспоминать. Біздер өмір елгесі, мектеп көңіл өлкесі, желбірейді жалау боп, әйнегінің пердесі. Арман қуып кетекте, асулардан өтекте, ауады да құрады, аңсарымыз мектепке. Келіңдер ей достар, құрбылар, жолдастар, билейік шыбайске, бақытқа жол бастар. Мектеп пәктігіміз, мектеп шаттығымыз, мәңгі мәңгі жастығымыз. Мектеп өткеніміз, әнді төккеніміз, мәңгі мәңгі көткеніміз. Мектеп оқушыларын, түлектерді жылдың соңғы тәрбие сағатына шақырамыз. Қош, сау болыңыздар. До новых встреч!
бағалай біліңіздер. Баға жетпес байлық мына отыр ата-аналардың соңғы сұрағыңыздар. Өйткені байлық сол кісілер. Дегенде аман болсаңыздар, не істерге тек қана жақсы аман болыңыздар. Айсезім сияқты колледж емес, жоғарғы оқу орнына түсулеріңізге тілектеміз. Айдана жаным, не сен қасында? Мені бір жыл сенен таныс болсақ та, өзіңнің туған қызындайсың. Шүкір Аллаға, мен өзім де жалғыз тәрбиелеп отырып, жалғызымнан өзімді ерек сүйіп, бірақ сырттай 22 балам бар. Шүкір Аллаға. Аман болыңыздар. Біз мына неге үлгереміз ба дедік, үлгере алмай қалдық, таксиіміз кешігіп келіп қалды. Сол себептен кешірім сұраймын сіздерден орталарыңызды бөліп келгеніме. Дегенмен де мектеп біздің Қапал ауылындағы қасиетті Қапал ауылында Қапал колледждің директоры Асылхан Ербол Омарұлы да сәлем айтып жатыр. Сіздерден керемет оқушылар шығып жатыр. Айналайынан керемет оқушылар шығып жатыр. Бізде талай тәлімгер болған. Сол себептен талай түлектер ұшырдық. Ендігі ұшырғалы отырғанымыз міне бірінші курс студенті Айсезімнің мен бірінші курс тамақтандыру ұйымдастыру мамандығы бойынша оқиды. Рахмет сіздерге. Айналайынан Ата-аналар, құрметті оқушылар, құрметті мен достарым. Налибойдан бері осы мектепте жүрміз. Налибойдан бері осы мектептің табалдырығынан аттап, мен қазір шынымен де таудай болып шықтық. Линара бар, Еділ бар, мен және де тағы басқалары. Бастаушыдан бері келе жатырмыз. Сома Налибойдан бері 12 жыл десек те болады. Өзім де сенбей отырмын. Бағанадан бері таңертең ойлап келе жатырмын. Шынымен де мектеп бітіріп бара жатырмыз ба? Шынымен де болды ма енді? Бірінші қыркүйекте қайтып келмейміз ғой енді мектепке деп. Енді универге барамыз. Кейбіреулері кәсіп бастап кетуі де мүмкін, кейбіреулері шетелге баруы да мүмкін. Бірақ енді әрқашан да бір-бірімізді ұмытпайық. Жүректеміз. Ол дейді. Ал енді құрметті достарым, ата-аналар, өмір келіп жеткен мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Енді өмір бойы болса, өмір бойы деп өмір бойы бірге болайық. Осы кішкентай кезден бері оқып келе жатырмыз. Осы мектепті ешқашан ұмытпаймыз, Жадырапайды ешқашан ұмытпаймыз. Енді болашақта кездесіп бірге көрісіп тұрайық. Өмірбай. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Құрметті ата-аналар, құрметті Жадырапай, құрметті класстастарым, достарым. Бір-бірі жоқ қалың ойында тамсандырған Линарадай арудың арманы көп, болашағы болса екен баянды тек. Баталары бұл баланың сүйіп келген, ақ жолымыз білімін жиып келген, ақ талапты абзал жаның бірі болып, көрінеп асқар таудың биігінен. Қызыл гүлдей жайнап құлпырған қыз, қызғалдақтай қызарып бір жарған қыз, сезім біздің сыңлыларға сөйлеп кетсе, сүйсіне тыңдаймыз сізбенен біз. Әлия мен Мәншіктей қайсар мінез, зерделі алғы талапты ол қадірет, сахура қыз қиындыққа басылмаған, алда келер асудан ол сүрінбес. Күн-күнімдеп нұрына бөлей берер, жаратқаным қызымызды демей берер, ажардай түлегінің артынан деп, дарынды жастарымыз ере берер. Талабы бар арасатын асқардан, мінезі ашық баршамызбен дос болған, Мұстафа деген бастығымыз келеді, биылғы жыл 11 әні басқарған. Өнерінен баталған сүйіп келген, таланты бар ойынға жиып келген, болашақ актриса Каринамыз көрнек деп сенеміз биіктерден. Ақылы да білімді, есейгенің білімді, құтты болсын диназир артистардың бүгінгі, ата-анамды қуантып бағындырар шылыңды.
жақсы маман боларыңар. 11 жылдық білімін дәм шекеріп, өлеңде ұлт көшіне сапар шегіп, Хасан Әли күрегіміз алдымызда, арманға жетеді ол талмай ұшып. Асқақ асқан сайын өмір жылдың өткелін, жастық шағын сағындырар көктемін, әдеміге түлекші болып тұрады, осындағы алтын ұя мектебін. Спорт оның серігі бар арманы, сайыстардан жүлдемен оралады, сабырлы да байсалды ерекше жан, елдің үміт шыңдарды бағындырады. Құрметті ұстаздар, ұстаздық еттен жалықпас үйренгенде балаға деген. Сіздердің біздерге берген білімдеріңіз біздің есімізде мәңгі кетпейді. Сіздер біздің есімізде мәңгі қаласыздар. Біліміміздің іргетасы салып бірге құрметті ұстаздар, алдарыңызда тұрған мектептер сіздермен бірге жаңа Қазақстанды құруға дайын тұр. Армысыздар, құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар және де мектеп бітіруші мектеп. Сіздерге мол уақыт, тек қана табыс және де ақ жол тілейміз. Кеше ғана мектеп сабағын аттағаннан тұрсын дерелік. Міне, 11 жылдың қалай жолап өткенін байқамай қалдық. 11 жыл бойы білім берген, тәрбие берген ұстаздарымызға үлкен алғыс. Және де 10 жылдар бойы бірге оқыған сыныптастарыма алдағы өмірлерінде қиындықтардан, үн үйретулеріне үлкен мамандық иесі болуларына шын жүректен тілектестік
Ал мен құрметті класстастарым, барлықтарыңды осылай бір столдың басында көргеніме қуаныштымын. Барлығымыз әрқашанда жиналып жүре берейік. Алдағы ұбт-да жақсы жоғары балл алыңдар, қалаған мамандықтарыңа түсіңдер. Ең бастысы ұбт емес, одан да биік шыңдарды бағындыруға тілектеспін. Кола шийтіш. Шынымен де алып қойып өткендегі 25 Құрметті мен класстастарым, наконец-то өзі 14-12 жиналған өте қуаныштымын. Ничего страшного. Барып айтуын естімесін. Бір оқыс естезді айналып өтеді ғой, ладно, ничего страшного. Негізі бар ғой, ұбт-ны барлығымыз тапсырып жатырмыз ғой, ұбт өмірдің соңы емес дейді, бірақ в то же время бағана аттестатты бергеннің өзінде бізге айтады ғой, аттестат ол сендердің өмірге деген жолдамаларың деп. Сол сияқты ұбт-да біздің өмірге деген жолдамамыз болсын. ұбт-мызды барлығымыз жақсы тапсырайық, тапсырылмағанда шетелге кетеміз. Не деді? Түсінбедім. Тапсырылмағанда шетелге кете берсін деп, мен болашақтары жақын болу керек. Шынымен де бір осы бір жыл ішінде кәдімгідей жақындасып кеттік. Қарапайым зумнан түрімізді көре алмай отырсақ, шынайы өмірде хотя бы бір жыл біріміздің түрімізді көргеніне өте қуаныштымын, шыны керек. Я арамызда өте көп келеңсіздіктер болды, ұрыс айғай, жанжал төбелеске ше бар. Сен жаңа болғанда Мен келеген сен күшті айтады екен. Ажардың басын сипалап қою керек қой. Давай. Жоқ, сен серьез айттың. Асай мамаға қараттысың ғой. Жоқ, саған қарамадым. Саған қарамадым. Сол көптеген қызықты оқиғаларды басымыздан кешіргенімізге өте қуаныштымын. Мектептегі достар білсең, ең бірінші естеріме сендер түсетін боласыңдар, өмір бойы шыны керек. Енді 5 жылдан соң наконец-то ломаться етпей, ақтатпай барлығымыз кездесеміз деген ойдамын. Барлықтарға тағы сағат 9-да емес түнгі 1-ге шейін жүреміз ол кезде. Барлықтарыңа бақыт тілеймін, ең бастысы денсаулық дейді ғой, нервыларды құртпан тұр көптеген нәрселерге. Барлықтарын жақсы көремін. Подождите, мені күте тұрыңдар. Мен таймын ғой деп мен бастап көрдім өзім. Сенде... Ладно, семетсек қойын. Кет, болды, антракт. Аману анаяқтан. Ну ладно. Мои
мои дорогие одноклассники. Я очень рада, что с вами была этот год, хотя 2 года. В 9 классе, к сожалению, мы с вами не смогли увидеться. Но зато теперь у нас счастливые воспоминания за эти 10-11 классов. И то, что мы с вами были, для меня это очень важно. Да, конечно, мы все ругались, там, ссорились. Чуть до драки не доходило, конечно. Но эту проблему, наверное, все классы проходят. И это, наверное, без этого никак. Поэтому, думаю, мы прошли испытания. Мы прошли тернистый путь к этому окончанию, к этому дню. Мы прошли все трудности, которые у нас на пути были. Я даже рада, что мы это пережили, потому что бывают некоторые дети, которые не переживают это, и это очень важно, то, что мы это пережили. И для меня всегда была радость учиться с вами. Конечно, мы будем скучать друг другу, будем вспоминать. Конечно, некоторые будут в одном городе и, наверное, увидятся еще, но, например, мы с Ленарой будем в Астане, и с вами мы не сможем в Алмате встретиться. Поэтому очень... Бина, уж Поэтому мы очень надеюсь, что мы встретимся хотя бы за этот год. Как поступим в университет, сразу приходите на новоселье, к нам или к вам можно. Зависит от того, кто богаче, кто нет. И вот, желаю всем поступить на ваши специальности, чтобы вы работали по своей профессии, которую хотите. И думаю, что мы с вами еще увидимся. Все уже болды. Да, түсірдім сені. Нам говорят, что студенческая жизнь будет более интересна, чем школьная, но школьные моменты никогда не забудутся, и я в этом точно уверена, потому что каждого из вас, можно сказать, я запомнила в памяти как отдельную личность. Для меня вы очень важная... Психиатрическая больница. Да. Вы моя вторая семья, если честно. Вы моя вторая семья, в котором есть старшие братья, старшие сестры, младшие братья, младшие сестры. И, конечно, средненькие тоже есть. И я даже... Иногда мы, да, ведем себя как дети, потому что мы еще же не повзрослели. Нам в некоторых местах нам 18 нету еще. Но мы пьем. Көресі азарды кекірсе қарап күле ма? Оны да группаға жібереді. Ауыздашы микрофонды келесіңдер, пожалуйста. Айтып алсын сөздер. Вырежите, где мы говорим слово пьем, а так все нормально. В местах тоже Я желаю, чтобы мы каждый год виделись. Я желаю, чтобы мы все жили счастливо, жили хорошо. И чтобы никогда мы не болели, всегда шли только по своей мечте. Никогда не... Ладно, на этом закончим. Бүгін грамота бергені күшті сөйлеген үшін. Ешкім нетпесіне ма бейт? Негізі болған. Ойбай. Бастайды бинайзер. Қайда микрофон бердіңіз? Не берші? Сөз ме айтын? Маған вообще маған жоқсын. Сөз ме? Бәрілерін жоғары алып кетіңдер. Бәрілерін өте жақсы көрем, просто соны айта алмаймын да. Сізді айта алмайды адамдар болады. Иә, бәрін тілеп Білім біз сені түсінеміз. Сенің айтылған сөзін түсінеміз, сен жаңағы іштей сезініп тұрған сезіміңді былай сыртқа шығара алмайсың да. Ну, знаешь, правда, он шығара білу деген. Қатты тұтқылайсың ба, не? Да, айта білу это. Оның өзі. Иә. Бірақ та дегенмен де айтып тұрған сөздерің әрине рахмет. Біз саған. Бұның өзі өнер ғой.
Өнерге тош. Өнер академиясында оқып қалыңыз. Все, давайте. Хасан. кетіңдер, ата-аналарыңды ешқашан ренжітпеңдер. Әр сайын алдыға жүріңдер. Өз армандаған мақсаттарына жете беріңдер, сыныптастар. Мені осы 40 литр пиваны ішмаған сияқты отыр. Я не договорила, меня взяли в выпады. Айтпаймын бұл. Куда? Дұрыстап айтайын десем, аузын жауып тастадыңдар ғой. Сол жетпей тұр ғой, сол. Ондай емес. Маған жетіп тұр. Оған бәрі жетіп тұр ғой. Асан сен айтасың ба? Айтамын? Айтамын да. Қорытындысы болып тұрады. Барша? Бірақ мынандай жүрсеңіз